Ең бірінші біз телеграмға кіріп, создать новые учетные данныйды басамыз. Содан соң бізге токен керек. Он токенді телеграмға кіріп, телеграм ботқа жазамыз. Бот фазерге жазамыз. New bot деп. Одан кейін бізге осы сөзді жазу арқылы бізге бот жібереді. Боттан осы сообщение келеді. Сол арқылы біз жасаймыз. Бізде келесі жұмыс, бізде искусственный интеллектте мына жаққа ID текст жазуымыз керек. Бұл жаққа біз мына жақта текст ID-ді жібердік мына жаққа. Бұдан кейін жібергеннен кейін бізде чат GPT-дан осындай заттар сұрап алдық. Сосын системный сообщениеден таңдадық. Және чат GPT-дан алған материалымызды осы жаққа жібердік та этапты бастық. Мына жұмыста искусственный интеллект жасап болғаннан кейін модель чат Google Gemini дегенді алдық. Осыны ашамыз. Бұны ашқанда мен создать еттім. Осы жерге IP ключ керек. Осы жақтан алдым. Осы жерден алғаннан кейін ключ салдым. Содан кейін последний версиясы деген таңдадым. Таңдап болғаннан кейін простая память дегенді басамыз. Және де екіншісін таңдадым. Одан кейін чат IP-ді бердім. Одан кейін 100 деп қойдым. Бұл 100 деп қоюым себебі маған 100 сообщение сақталады. А если 1000 деп қойсып өзгертем деп болады. Ол кезде 1000 деп. Одан кейін біз осы телеграмға кірдік. Телеграмға кіргеннен кейін басынан создавать еттім. Және создавать еткен кейін жаңағы телеграмнан алған мына жақтағы токенді алып, осы токенді мына жаққа қайтан осы жаққа создавать еттік. Біз сосын одан кейін мына жақта чат ID дегенді жібердім. Мына жақтан алып мына жаққа жібердім. Мына жақтағы искусственный интеллекттің де өзінің ID-ін осы жаққа жібердім. Одан кейін жібергеннен кейін бізде болды. Осыдан кейін мына жақтан бастық. Басқаннан кейін біз телеграмға кіреміз. Телеграмға кіріп стартты басамыз. Басқаннан кейін телеграм ботымыз жасап тұр.